фантазия. Көкірегін былай ұстап жүретінен күйеуімнен ұрыс естетін. Барсай көрінсей деп ше. Ал врачтарға барсам айтады, М2 еще это норма. Пока біз емдемейміз, М3 болғанда емдеп бастайды екен. А М4 уже предраковый, уже почти рак екен. Көрдіңіздер ма? Ол кетті ма, одан кейін менде аллергиямды 6 ай кеткен кезде білдім, аллергиямдан құтылғанымды ұмытып кеткен ғой, даже аллергиям бар болғанын. Біреу айтады, менде мынандай аллергия деп бүйтіп қышып жатқан кезде, менде бар еді ғой деймін да, көрдіңіздер ма? Сондай, бұл енді қалай әсер етеді, соны көрейік. Біз туылғанда мынандай қанымыз тап-таза әдемі болып туылады екенбіз. Сөйтіп өмір сүріп жатамыз, таза емес ауаны жұтып жатамыз. Жәндегі чикен, кола қазір көйіп кетті. Ондай жейтін нәрселер біз балалық шағымызда ондай жоқ еді. Кофе, мофе бәрін ішіп, осылай ағзаны әбден ластайды екенбіз. Әбден ластағаннан кейін бізде мынандай кислый среда, ол жерде микробтарға арналған. Лас жердің бәрінде құрт, құмырсқа сондай ғой, иә, бақа, шаян, иә. Міне сөйтеді, бізде мына ауада ұшып жүрген микробтардың бәрін біздің иммунитетіміз төмендейді, олар біздің ішімізге кіріп алып, рахаттанып өмір сүре бастайды. Сол кезде бізде түрлі диагноздар пайда болады. Сол кезде біз врачқа барғанда, врачтар не деп айтады? Обильное питье дейді бізге. Балдарымызды апарсақ айтады, көп су бер. Не істейді? Жуатын су. Получается, бәрі токсиннен екен, да? Диагноз деген нәрсе жоқ екен, зашлакованность организма екен, степендері. Степень көбейген сайын сізде диагноз, сахарный диабет, зоб деп көбей береді. Басында шаршау, аллергия, ары қарай күшейеді. Ең соңғы стадия рак екен. Енді қараңыз, өйстіп кіріледі. Содан кейін врачтар бізге айтты, ойбай су ішіңдер деді. Біз су ішіп жатырмыз, бірақ ештеңе өзгермей жатыр. Неге? Өйткені біздің мына суымыз бөлі су, қайнатылған, фильтрованный. Ол жерде бізге керек микро-макро элемент жоқ, мынаны тазалайтын күші жоқ. Біздің денсаулығымыз жақсырақ болған қазіргілерде. Неге? Мен мысалы өзім құдықтан су ішкем балалық шағымда. Құдықтың суында микро-макро жер қойнауынан жерден келіп жатқан, ода макро-микро элементтер бар. Ал қазіргі мынау хлорланған немен келетін бәріміз, ауылды жер болсын, қалалы жер болсын, бәріміз не істеп жатыр? Үйге суды кіргізіп алып жатыр. Ол қандай трубамен келіп жатыр? Оның трубада қандай микробтар бар? Одан тазалаймыз деп біз қайнатамыз, или хлорланған ол, еще оны қайнатып тұрып ішеміз да, вообще өлі ғой. Ол микробқа арналған. Енді мынау қорылмай, міне не істейді? Бұл мына неге кірген кезде, мына мен араластыра салайын, жәндегі мына суды 70 микро-макро элементпен байытады. Қазақта содан кейін керемет сөз бар. Не деген сөз бар? Ағын судың арамы жоқ деген сөз бар. Тұра берсе суда сасиды деген сөз бар да. Неге ол тұра берсе су сасиды? Ол өлі болады екен. Тұра бергеннен кейін ода және бақа, анау валдери сондайлар көбейеді. Ал енді ағын суда неге арамы жоқ? Өйткені ағын су келе жатқан кезде тау, тас, микро-макро элементке бай болады екен. Ол өзін-өзі улы заттардан тазалап тұрады екен. Енді мынау сонау Окинава аралына, представляете? Окинаваға барып келсеңіз қанша шығын, ал мынау сізге үйіңізге келіп тұр да, и оны ішкен кезде сіздің ағзаңыз былай тазарады екен, қараңыздар. Сіз бастапқы қалпыңызға, мен жәндегі ненің бәрі неден болды результат? Оказывается, мен мына суды ғана ішіп бастадым да, и ағза тазаланды екен менде. Енді сіз мына суды мен постоянно, неге постоянно ішуім керек, Мен мысалы осы суды ішіп алып, анау таудың басына таза ауаға кетіп қалған жоқпын ғой. Мен бәрібір қаладамын, мен қайтадан сол ауаны жұтып жатырмын. Мен бәрібір сол тамақты жеп қойып жатырмын, дұрыс емес, Сол кезде мен мынаны ішіп, не істеп жатырмын, қалпына келтіріп жатырмын, күнделікті. Онда сіз барлық неңізді өзгертіңіз, мына суды ішпейсіз. Онда таудың басына барасыз, бұлақтан су ішесіз, өзіңіз егін егесіз, мал ұстайсыз, таза ауа жұтасыз. Сонда айтсаңыз болады, бол, мен мынаны сатып алмаймын деп та. Ал біз өйтіп жатқан жоқпыз, значит, мынау бізге күнде керек. Енді мен жаңа кофе ішіп қойдым дейік, қалада таза емес ауаны жұтып қойдым дейік, чекен мекен жеп қойдым дейік та. А мына суды бірақ мен ішіп жатырмын. Бұл су не істеді? Қайтадан соны тазалап, қанымның ішінде жүр бұл су. Тазалап жатыр мені. Бұны күнделікті ішу керек. Сіз ертесіне ішпей қойдыңыз, қайтадан жәндегі таза емес ауаны жұттыңыз, қайтадан дұрыс емес тамақ жедіңіз, не істедіңіз, қайтадан кіресіз. Мысалы, сіз ыдыс аяқты бүйтпейсіз ғой, мен бір рет жуып қойдым, мен қайта жуам ба демейсіз ғой. Үйді бір тазаладым, енді мен үйді қайта тазаладым. Или мен бір рет шомылдым, енді мен апта сайын шомылуым керек пе, или күн ара шомылуым керек пе? Шашымыз байланса, даже 2 күн сайын жуамыз. Сол секілді ішімізді біз, сол тамақ қалай посуда кірленді, тура солай біздің посудада ішіміз, посудамыз, шек қарнымыз солай кірленіп жатыр. А бірақ біз оны не істеп жатырмық?
элементарно нормальный су мұздай түрінде іше бересіз ба сонда? мұздай түрінде мұздай су ішу көбіне организмге зиян ғой негізі. азанда ыстық қылып ішеміз. Иә. Азанда ыстық 50-60 градус суға мынаның бір несін салып жібересіз, сашасын, сол 3 стакан ішіп аласыз. ақ қағаздан ажыратып салдыңыз ба? Былайша ақ қағазбен іше беретін еді. Мына